Ой достар, бұл мен Қатжан. Бүгін мен сендерге ютубқа арнап өлең айтамын. Бірақ та сендер менің өлеңімді бірінші рет естисіңдер. Міне, мына жерде екі қорап бар. Бірінші қораптың ішінде атақты, көбінесе еститін өлеңдеріңіз бар. Жалғыз атақты емес, енді мен білетін өлеңдер. Ал екінші Грибалаев қорабының ішінде тілдер бар. Мен ол тілдерді әртүрлі тілде. Ол өлеңдерді әртүрлі тілде айтамын. Ең бірінші оригиналын айтамын, одан кейін өлең тілдер. Әртүрлі тілде айтамын. Әркімге бір-бірінен алып, бір-бір өлең айтамын. Бірақ та кішкене де айтамын. Бір шумағын немесе бір өлеңін. Міне, мынау микрофонмен айтамын. Қазір қосып жіберейін. The Bluetooth device is ready to pair. Осы 2018 жаңа жылында маған ата-анам осы микрофонды сатып берді. 25 мың ба, бағасын қалды. Иә, қазір осы микрофон сатылып жатыр әрбір супермаркеттерде, анау ноутбук, сотка нелерді сататын жерлерде сатады. Ал енді ойынымызды бастайық. Қазір көрейін. Қандай өлең шығады? Аңғастырып көрейін. Ең бірінші өлеңі Ибрагим Ескендірдің көк тудың желбірегені. Ал оны қандай тілде айтамыз? Ағылшынша. Ал бастайық. Бірінші аударамын, бірақ та ескертіп қояйын сендерге. Аударғанда мен Яндекс аудармашымен қолданамын. Өйткені мен бүкіл тілдерді аудара алмаймын ғой өзім. Бірақ та қате көп болуы мүмкін. Сондықтан ренжімеңіздер. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқан денені. Repetition сказақ, love commitment, speeding the border. Ал енді жалғастырамыз. Көрейік қандай өлең шығатынын. Қазір қаймыз. Батырхан Шөкеновтың Отан ана туралы әні.
Оны қай тілде айтады екенбіз? Арабша. Қиын жолдарда аман келемін, асығамын, саған сенемін. Жарқын өмір, жақсы күндер, арнап сәлем береміз. Tersewa nahatina alasranilu vanaghnat viri navat mushrahat avam jodati tahiyat tarhibi. Al жалғастырайық. Кіз өлеңіміз қарамайын. Әкелер, Қайрат Нұртастың өлеңі. Ал оны қай тілде айтады екенбіз? Қытайша. Ал. Түстім, суға түстім мен үшін, енді міне бағым берді жемісі. Балақ қырашынға шықса бол күнде, мұның бәрі әке сенің жемісі.
身上好像金沙，以前在这高飞机上，你的那年你好记得有你好，心里高兴着你发给那年上。қиын екен қытайша. Ал енді жалғастырайық ойынымызды. Қандай өлең шығатынын көрейік. Такс. Ескендір Қасанғалиевтің өлеңі Атамекен. Оны қай тілде айтады екенбіз? Қарап жатқан жоқпын. Украинша айтады екенбіз. Украинша. Жасыл жайлау төкті көлем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайымнан сипап өткен самалда, қазағымнан алақаны деп білем. Зелени ревучий килеми, синий клеми, я играю богато синими килиму, я даже смеюся, прокинься, бите, я знаю гордый Казахстан. Ал ойынымызды жалғастырамыз. Бесінші өлең. Әміровтің өлеңі Асқақтата елім. Оны қай тілде айтады екенбіз? Қырғызша. Ақтанып, нұры төгіліп, көкжиегімнен көктем көрініп, қалқады қара, шалқады жерім, сүйінші дейді сүйінген елім.
Менік суқтана нұры төгілген көкжиегімен жазында көрген как сага бүркіттей дарып туралы мындай демелгеншелер. The radio mode off. Ал жалғастырамыз. Батырхан Шөкеновтің Қайран көңіл-ай өлеңі. Оны біз орысша айтамыз.